алғашқы құрылтайдың негізгі маңызы біздің еліміздегі басты мәселелерге қоғамда мән бергізу. Біз бүгін осы құрылтайда алдыңғы екінші құрылтайда айтылған президенттің тәрбиеге қатысты, мектептегі балалар тәрбиесіне қатысты, оның жандандыруға байланысты біз қазір біртұтас тәрбие бағдарламасын қабылдаған болатынбыз. Оқу ағарту саласына қатысты келетін болсақ, бұл мына 6 құндылыққа бағытталған тәрбиені мектепке енгізу, адал азамат идеясын, ұшқыр ойлы азамат идеяларын барлығын, жалпы мынау толық адам идеясы, абайдың барлығын осы мектеп қабырғасында енгізу мәселесі жақсы көтерілген болатын. Бұл жалпы мынау формасына қарамай, заңды формасына қарамай, біздің балаларымыз тәрбиеленіп білім алып жатқан кез келген мекемелерге бағытталған бағдарлама. Балабақшадан бастап колледж студенттеріне дейінгі жастарды қамтитын үлкен бағдарлама. Бұның ішінде тек қана жекеменшік немесе мемлекеттік емес, қосымша білім беру орталықтары бар. Одан да басқа орталықтар бар. Соның барлығында да бұл толыққанды қамтылған.